One of the first steps in Сананы жаттықтырудағы алғашқы қадамдардың бірі бұл біздің саналы ақыл ойымыздың қалай жұмыс істейтінін білу болып табылады. Қолданамын десең, бізде басқарудың, билік етудің керемет механизмдері де бар. Бірақ онымен қалай жұмыс істеу керектігін ешкім білмейді. Менің айтайын дегенім, оның ешқандай да нұсқаулық кітабы, яғни инструкциясы жоқ. Өзіңіз ойланып көріңіз, ештеңе жоқ. Бізде қолымыздан келгеннің бәрін жасауға үйретіп жатыр, позитивті ойлауға үйретіп жатыр. Менің айтайын дегенім, қолыңыздан келгеннің бәрін жасап, позитивті ойлар ойлау үшін не істеу керек? Бұл жерде үлкен бір ғылым жатыр, үйренуге болатын тұтас бір ғылым бар. Сондықтан бастапқыда біз сананың қалай жұмыс істейтінін білгіміз келеді. Саналы ақыл ойдың 3 қызықты ерекшелігі бар, және соны сіздердің білгендеріңізді қалаймын. Саналы ақыл ойдың бірінші қызықты ерекшелігі оның үнемі қозғалыста болатындығы. Ол әрқашан ойланып тұрады. Ол ажыратқысы жоқ, сөндірілмейтін машина сияқты. Бұл дегеніміз басыңдағы бір ойды қайталап, тоқтаусыз ойлай берген сияқты. Бұл ойланатын, толғанатын машина. Міне бұл саналы ақыл туралы білуге қажет бірінші нәрсе. Ол үнемі қозғалыста болады. Саналы ақыл ойдың екінші қызықты ерекшелігі. Мен оны бізді алдайтын нағыз алаяқ деп атаймын. Бұлай атауымның себебі біздің ақыл ойымыз бізді алдайды, адастырады, түрлі жолдармен біздің мүмкіндіктерімізді шектейді. Санамыздың біздің бірдеңеге ұшырайтынымыз туралы айтатын жиі байқаймыз. Бірақ ондай нәрселер болмайды. Мысалы, сіз жұмысыңыздан айырыласыз, немесе осы жерде бір қиындыққа тап боласыз, немесе сондай бірдеңелер болады деп ойлайсыз. Осылайша біздің санамыз көп жағдайда ондай нәрселерді өз ойлап табады. Бізге бірдеңелер болады деп айтады. Бірақ ондай нәрсе болмайды. Ол айтқанда еш нәрсе болмайды. Ал біздің санамыз олар болады дейді. Кейде біздің санамыз бізге өтірік айтады. Бізге ашық өтірік айтады. Сондықтан біз өз санамыздың айтып жатқанына өзіміз сене алмаймыз. Сәл артқа қарай шегінуге рұқсат етіңіз. Осы мәселені тағы бір рет талқылап көрейік. Мен сіздердің мұны шынымен де түсініп алғандарыңызды қалаймын. Тіпті сіз ойыңыздың айтып жатқан нәрселеріне сене алмайсыз. Себебі сіздің санаңыз нағыз өтірікші. Сізге бұл жерде өте мұқият болу керек. Себебі сіздің ақыл ойыңыз сізді өте жақсы біледі. Сіздің ақыл ойыңыз сіз туралы бәрін біледі. Ол сіздің ешкім білмейтін қорқыныштарыңызды біледі. Сіздің кемшіліктеріңізді біледі. Сіздің осал жерлеріңізді біледі. Сондықтан оған сізбен мысықтың тышқанмен ойнаған сияқты ойнаған ұнайды. Осы жерде ол сіздің ең үлкен қорқыныштыңызды қолданады, және соны сізге қаратып, міне, сенімен не болатынын көр деп айтады. Ақылдың осылай істей алатыны қызық нәрсе ғой, иә? Неге ақыл осылай жасайды? Бізбен бірге қалыңыз, ешқайда кетпеңіз. Саналы ақыл ойдың үшінші қызықты ерекшелігі. Оның ішінде көптеген пайдасыз, түкке керексіз ойлар бар. Алаңдау, қорқыныш, уайым, негативтер. Санада көптеген пайдасыз процестер жүріп жатыр. Қорқыныш кейде қажетті қорқыныш болуы да мүмкін. Мысалы, жартастан секіруден қорқу жақсы, бұл дұрыс қорқыныш. Мысалы, сіз сафариде жүрсіз, сол кезде сіздің арыстанға немесе басқа бір нәрсеге мінгіңіз келмейтіні рас қой. Менің айтайын деген бұл жақсы, дұрыс қорқыныш. Бірақ мен мұндай қорқыныш туралы айтып тұрған жоқпын. Айтайын дегенім, мен жаңа нәрсені көруден, бастаудан қорқамын. Бірдеңеге ұшырап қаламын ба деп қорқамын. Санада көптеген қорқыныштар бар. Сөйтіп біз өз өмірімізбен, өзіміздің өте маңызды өмірімізбен өмір сүріп жатырмыз. Шынымен де бұл өте маңызды. Бұл сізге жаттығу емес, бұл репетиция емес.
Бұл нақты осы сәтте, осы уақытта болып жатқан оқиға, және ол менің өмірім деп аталады. Міне, біз өз өмірімізді сүріп жатырмыз. Біз үнемі өзгеріп тұратын әлемде өтірікшінің нағыз өзі осы механизм арқылы бізді алдап, көптеген пайдасыз ойларды ойлауға бізді мәжбүрлейтін әлемде өмір сүріп жатырмыз. Осылайша таңертең оянған кезде бірден ойлана бастаймыз. Барлық ойлар, бүгін жұмыста не болады екен, жарайды, менің жасайтын жұмыстарым бар, мұның бәрін мен жасаймын, маған жұмысқа баруым керек, мен жұмыста осындай проблема тап болуы мүмкін. Мен бұл жұмыста не істейтінімді өзім де білмеймін. Мен бұл жұмыстан кетуім керек, бірақ мен жұмыстан шығып қалсам не істеймін? Содан кейін маған төлем-шоттар келеді, сосын маған әйелім былай дейді, әйелім олай дейді, мен қазір қарым-қатынастарымызда не болып жатқанын білмеймін деп шығады. Мұның бәрі біздің жасауға қажет нәрселеріміз. Мүмкін мен оны тастап кетуім керек шығар. Ал оны тастап кетем дегенде не айтып тұрсың? Мен көрген ең жақсы нәрсе осы шығар. Сосын мен жұмысқа барамын, маған ойлану керек. Мен міне қазір жұмыстамын, мұның бәрін мен жасап жатырмын, және менде бір проблема бар. Бірақ ештеңе жоқ, бәрі жақсы. Содан кейін, жоқ, менде бәрі жақсы. Мен звондауым керекпін. Мен үнемі машинеде рөлдемін. Менің көкейіме тұрып қалған бұл не нәрсе? Білесіз бе, мүмкін маған дәрігерге бару шығар. Мүмкін бұл қатерлі нәрсе шығар. Жоқ, мүмкін бұл түкке тұрмайтын нәрсе шығар. Міне енді сен бәрін жоққа шығарып жатсың. Бірақ сен әлі білмейсің, дұрыс па? Мүмкін бұл нағыз өтірікші шығар. Мүмкін ол емес шығар. Маған машинамен жұмысқа бару керек. Сосын қайтып үйге келу керек. Бірақ үйге барғасам мен не айтамын? Құдай-ай, балаларымда проблемасы көп. Не істеймін? Айтайын дегенім, біздің өстіп есеңгіреп қалатынымызға таңғалатын еш нәрсе жоқ. Өйткені дәл осылай болып жатыр. Ақыл осылай үнемі қозғалыста. Ол нағыз өтірікші. Бұл көптеген пайдасыз ойлар. Сондықтан бізге өз санамызды бақылауға алып үйренуіміз керек. Бұл ең маңыздысының маңыздысы. Бізге өз санамызды бақылауға алып үйренуіміз керек. Сіз өз санаңызды бақылауда ұстай алмайтыныңызды түсінген кезде ғана сіз оны бақылауға ала бастайсыз. Осы жерде мен сізге мынандай кеңес беремін. Күн сайын бірнеше рет тоқтап, өзіңізді бақылап көріңіз. Басыңызда болып жатқан ойларды бақылаңыз. Осылайша сіз бұл ақылдың қалай жұмыс істейтінін түсіне бастайсыз. Негативті ойлардан арылудың 4 жолы, 4 өте маңызды тәсілі бар. Өйткені бізге ішкі бау-бақшамызды арамшөптерден тазартуымыз керек. Ақыл ой жайқалған құнарлы ішкі баққа ұқсайды. Және біз оның сондай болғанын қалаймыз. Біз барлық негативтерден арылуға бар күш-жігерімізді салуымыз керек. Осы жерде санадан негативтерді жоюдың 4 тамаша керемет әдісі бар. Санамызға сіз конструктивті ойлар ойлайсыз ба, әлде деструктивті ойлар ойлайсыз ба, айырмашылығы жоқ. Ақыл үшін мұның ешқандай айырмашылығы жоқ. Бірақ сіз үшін мұның маңызы өте зор. Сіздің өміріңіз үшін бұл өте маңызды. Бірақ мұның ақыл үшін ешқандай маңызы жоқ. Осылайша, қазір мен сіз бен сіздің ақыл ойыңызды екі бөлек нәрсе сияқты айтып тұрмын. Міне сіздің білуге қажет нәрсеңіз осы. Сіздің ақыл ойыңыз емес екенін білген кезде, сіздің санаңызда қандай радикалды өзгерістердің болатынын білесіз бе? Сіздің ақылыңыз емессіз. Дәл солай, сіздің қолыңыз емессіз. Сіздің қолыңыз сіздің бір бөлігіңіз ғана. Сіздің аяғыңыз емессіз. Аяғыңыз сіздің бір бөлігіңіз ғана. Сіздің ойыңыз емессіз. Сіздің ақыл ойыңыз сіздің бір бөлігіңіз ғана. Ол сіз емессіз. Біз өзімізді санамызбен сәйкестендіріп қойғанбыз. Біз оның айтқандарының бәрін тыңдауымыз керек. Біздің ақыл ойымыздың айтқанының бәрі шындық деп санаймыз. Өйткені біз өзімізді ақыл ойымыз деп санаймыз. Ал шын мәнінде біз өз ақылымыз емеспіз. Сіз өз ойыңыз емес екеніңізді толық түсінген кезде, бұл сіз үшін үлкен қадам болып табылады. Сол кезде сіз, маған өз ойымды жаттықтыруым керек екен ғой деп түсінесіз. Сізге өз ақыл ойыңызды жаттықтыру керек. Себебі ақыл толығымен бақылаудан шығып кеткен. Сіз оны жаттықтырасыз. Оны үйретудің бір жолы өзіміздегі барлық негативтерді жою. Себебі біз конструктивті ойларды ойлаймыз ба, әлде деструктивті ойларды ойлаймыз ба?
Ақыл үшін маңызды емес. Осыны түсініңіз. Ақыл ойға бәрібір. Ақыл тек ойларды ойлауды қалайды және соны ғана қажет етеді. Бұл ойлардың қандай екендігі ақыл үшін маңызды емес, бірақ сіз үшін маңызды. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін осы арнаға жазылуды, лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.